Сәлем достар, мен осындай қалдықтарда құр тастамай пайдалы нәрсеге жаратайын деп тұрмын. Бұл екі матада мен ең қажетті деген органайзер ол яғни жұмысқа баратын кісілерге арналған қасық салатын органайзер жасамақшымын. Яғни сабағымды бастамас бұрын бірінші каналыма жазылып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен тағы да бұған дублерин матасын қолданамын. Дублеринді біз джинси матасын қатайту үшін қолданамыз. Джинси матасы созылғыш келгендіктен оны жақсы тігілу үшін осындай дублеринмен жабыстырып қатайтатын боламын. Ең әуелі мен қасық тұратын жерді өлшеп аламын, жақсы ыңғайлы тұру үшін, және жан-жағынан 1 см қалатындай етіп 14,5 см етіп сызып алдым. Және де шетіндегі сетінеп кеткен жерлерін де дүзулеп, онда сызып қырқып алып тастайтын боламын. Осылай дублеринді қойып, шетінен шамалы қалдырып қырқып шықтым. Өйткені өтектеген кезде ол тартылып қалып, матаға жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай шетінен қалдырып қырқып алдым. Қызып тұрған өтекке осылай дублерин мен джинси матасын қойып, үстінен басып қыздырып өтектеп алдым. Матаны өтектеген кезде тартып өтектеуге болмайды, өйткені мата көлемін жоғалтып алады. Өтектеп болғаннан кейін жақсылап осылай шетіндегі артық дублерин матасын қырқып алып тастадым. Матамыз дайын болғаннан кейін осылай астар мата екеуін бір-біріне оң жақ беттерін қарама-қарсы қоя отырып, айналдырып 1 см тігіп алдым. Және де 5-6 см-дей қайырып айналдыру үшін қалдырып кеттім. Осылай тігіп алғаннан кейін біз оң айналдыратын боламыз. Сондықтан бұрыштар кедергі жасамас үшін әр бұрышын осылай қашымен қырқып тастайтын боламыз. Және қалдырған жаңағы тесігімізден содан жаңағыдай оң айналдыратын боламын.
бұрыштарын шығару үшін осындай ағашты пайдаландым. Бұл үйде қалған жаңағыдай сушиден қалған ағаш болатын. Осы жақсы көмекке келді. Және де шықпай қалған бұрыштарын тағы да одан да жіңішке ағаш болатын. Сонымен шығарып алдым. Қалған бөлігін инемен шығарып алдым. Содан кейін жаңағы өтекке жақсылап басу керек. Өтекке басып болғаннан кейін мен оны бірден жаңағыдай қасықпен вилка тұратын жерді белгілеп алдым да сразу айналдырып 0,5-пен тігіп шықтым. Осындай органайзеріміз дайын болды. Енді бұны мен жабу үшін пресс аппараттың көмегіменен кнопка қадайтын болам. Әуелі жаңағы орнын белгілеп алып, кнопкаларымызды орын белгілеп тесіп бір-біріне қадап бірінші орналастырып алдым. Одан кейін пресс аппараттың көмегіменен нақты етіп бекіттім. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып, қолдап отырыңыздар. Комментария қалдырып, келесі видеода не тіксем болады, сол жайлы айтып кетсеңіздер, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер, мен міндетті түрде оқимын. Менде осындай әдемі органайзер дайын болды. Енді өтектеп, қасық вилкамызды салып пайдалана берсек болады.